Қазақстанда алдағы 5 жыл ішінде базалық зейнетақы артады, яғни оны кезең-кезеңмен арттыру жоспарланып отыр. Бұл жүйеге жаңадан кірген зейнеткерлерге де, қазіргілерге де қатысты. Сондай-ақ жаңа жылдан бастап зейнеткерлер, мүгедектігі бар адамдар және мемлекеттің қолдауына ие басқа азаматтардың қандай сома алатыны белгілі болды. Толығырақ Әйгерім Айтмұхамбет айтып берсін. Қала тұрғыны Ботагөз Наушабаеваның зейнетке шыққанына 3 жыл болған, 45 жыл мұғалім болған. Жүрегі ауырғандықтан 3 ай сайын тексеріліп тұрады. Дәрі-дәрмек қымбат болғандықтан зейнет ақысының жетпейтінін айтады. Өзімде мысалға үшін тамағым бар, менде мысалға үшін той-томалағымыз бар, әйтеуір. Оған да апарғым келеді. Қазір той-томалақты ұмыттық. Тек жаңағыдегі тамақ, тіптен тамақты кредитке алып жатқан адамдар бар, көршілеріміздің мысалға үшін. Ондай да жағдайлар болып жатыр. Сондықтан үкімет бізге қарасын пенсиялерге. Енді қанша өмір сүреміз енді, қалған өмірімізді әйтеуір жақсы өмір сүрсек па деп ойлаймыз. Бізде курортқа барғымыз келеді, демалғымыз келеді. Жуырда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға қол қойды. Аталған заң жобасы аясында 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап күнкөріс шегі ең төменгі зейнетақы, жалақы мен жәрдемақы мөлшерде өзгереді. Ең төменгі зейнетақы 53.076 теңге, күнкөріс деңгейі 40.567 теңге. Базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері 24.341 теңге. Бұл 2023 жылғы 1 қаңтарынан бастап жаңадан тағайындалатын зейнеткерлерге де қатысты. Департамент өз құзыреті шегінде мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 15 түрін 15 мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді. Оның 14 түрі зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру бөлімдері арқылы электрондық форматта жүргізіледі. Бүгінгі таңда Түркістан облысы бойынша мемлекеттік әлеуметтік төлем алушылар саны 706 адамды құрайды. Қала тұрғындары зейнетақының өсуіне байланысты пікір білдірді. Барлығының да ойлары бір. Тағайындалған зейнетақыға көңілдері толмайды. Бірінен бастап, мысалға ертең жаңа жылдың бірінен бастап барлық қымбаттайды дегеннен кейін енді барлық нәрсе қымбаттап жатыр деп көріп отырсың. Қазір өзімнің інім жұмыс істейді осындай азық-түлікте ше. Ол мысалы айтып отыр, бәрі қымбаттайды деп жатыр. Оның ешқандай пенсия көтерсін, ақша деп болса, ақшаның тек қана құнынан кетіп жатқандығы болмаса, басқа ешқандай проблема жоқ деп ойлаймын. И мама и папа являются пенсионерами. Сейчас, если не ошибаюсь, средняя пенсия 110-115 тысяч тенге. Каждый год повышает пенсию, но также каждый год и росты на продукты. Жеткілікті деп ойламаймын. Өйткені қаншалықты көтеріліп жатырға қосылғанымен бәрібір баға одан сайын асқақтап қымбаттап жатыр ғой. Айта кету керек, 2028 жылға дейін қазақстандық әйелдер 61 жасында зейнетке шыға алады. Ал 5 және одан да көп балалы және оларды 8 жасқа дейін тәрбиелеген әйелдер зейнеткерлікке 53 жаста шығады.